қонақтар және жергілікті тұрғындар, облыс әкімдігінің өкілдері және әріптестер, бүгінгі қоғамдық тыңдауға қатысушылар, қоғамдық тыңдауға қош келдіңіздер. Бүгінгі кезекте қоғамдық тыңдауда жеке кәсіпкер Жақаев Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданындағы Қызылқұм учаскесінде әктас қабықша өндіру бойынша карьера үшін 2025-2032 жылдарға рұқсат етілген шығындылары нормативінің жобасы және ықпал ету рұқсатын алу бойынша талқылауға шығарылып отыр. Қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 73-ші бабына және Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстың министрінің міндетін атқарушы 2021 жылы 3 тамыздағы 286-шы қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидалары бекітілу туралы бұйрығына сәйкес өткізіліп отыр. Қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде Батыр әкімшілігінің бас маманы Арсланбаев Жәнібек Өмірбекұлы және хатшысы ретінде Машинов Ерболат Вадитович кандидатуралар ұсынылады. Қарсылықтарыңыз жоқ па? Аталған азаматтарға қоғамдық тыңдау жұмысын кірісуге рұқсат. Бұл қоғамдық тыңдау мақсаты тапсырыс беруші жеке кәсіпкер Жақаев Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Қызылқұм учаскесінде әктас қабықша өндіру бойынша карьера үшін 2025-2032 жылдарға рұқсат етілген қоғам шығындылары нормативінің жобасын және ықпал ету рұқсатын алу үшін бойынша қоғамдық таныстыру және хабарландыру болып табылады. Жобаны жасақтаған Биг проект және консультинг жеке кәсіпкер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып табылады. Баяндама жасауға 5 минут және қосымша сөйлеймін деушілерге 3-5 минут уақыт беріледі. Келсеңіз болған? Осы регламентпен келіссеңіздер, қоғамдық тыңдаудың күн тәртібі және регламенттің бір ауыздан бекітіледі. Ұсыныс сұрақтарыңыз болса, негізгі баяндамашыны тыңдап болғаннан кейін талқылауға көшсек. Тапсырыс беруші жеке кәсіпкер Жақаевтың атынан бүгін қатысып отыр Машанов Ерболат Вадитович мекеме өкілі болып табылады. Күн тәртібі мәселесі бойынша сөз кезегі Биг проект жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Ералы Нұрдәулетке сөз беріледі. Бүгінгі талқылауға жеке кәсіпкер Жақаев Маңғыстау облысының Мұнайлы ауданындағы Қызылқұм учаскесінің әктас қабықша өндіру бойынша карьера үшін 2025-2032 жылдарға рұқсат етілген шығарындылардың нормативінің жобасы және ықпал ету рұқсатын алу шығарылды. Жобаға тапсырыс беруші жеке кәсіпкер Жақаев, ал әзірлеуші Big Project Consulting жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жобалар Қазақстан Республикасының 2021 және экологиялық кодексі, 2 қаңтардағы экологиялық кодексі және экологиялық министрлігінің 2021 жылға нөмірі 280 және нөмірі 286 бұйрықтарына сәйкес дайындалды. Қызылқұм учаскесі Маңғыстау облысының Мұнайлы ауданында орналасқан. Ақтау қаласында орналасқан жер қойнауы пайдаланушы кеңсесі өндірістік базасының орналасқан жерінен 50 км қашықтықта. Ол Құрық кентінің аудан орталығының батысқа қарай 30 км жерде орналасқан. Өндірістегі әктас қабығын пайдаланудың негізгі бағыты қабырға тасын өндіру. Кен орны орналасқан ауданда атмосфералық ауаның ластанушы бақылайтын стационарлық бекеттер жоқ. Барлығы атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындыларының 10 көзі анықталды. Оның барлығы ұйымдастырылмаған. 2025-2032 жылдарға ластаушы заттар шығарындыларының лимиттері жылына 2,610-2403 тоннаны құрайды. Кен орнының пайдалану барысында қалдықтардың бір түрі түзіледі. Яғни қалдықтардың жинақталу лимиттері жылына шамамен 0,375 тоннаны құрайды. Қалдықтың атауы аралас коммуналдық қалдықтар. Өндіріс кезеңіндегі қалдықтар объекті аумағындағы арнайы контейнерлерге уақытша сақталады. Содан кейін мамандандырылған ұйымдармен жасақталған шарттарға сәйкес кәдеге жаратуға, қайтадан өңдеуге немесе залалсыздандыруға беріледі. Табиғатты қорғау іс-шараларының іске асыру қоршаған ортаға әсерін барынша азайтуға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет. Баяндамашыға ұсыныс пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз бар ма? Басқа сұрақтарыңыз жоқ болса, қоғамдық тыңдауды сәтті өтті деп санаймыз.
қоғамдық тыңдаудың қорытындысы бойынша хаттама жасақталады. Онда бүгінгі мәселе бойынша ұсыныстар мен ескертпелер енгізіліп түзетіліп, сонан кейін ғана хаттамалар қол қойылады және қайтадан сайтқа жіберіледі. Қоғамдық тыңдауды жабық деп жариялаймын.